Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى қалауымен мұсылмандар үшін ең қасиетті ай болған Рамазан айына да санаулы күндер, аз уақыт қалды. Осы орайда мұсылмандар қуанып, бір-біріне түрлі Рамазан айына байланысты хадистер жіберіп жатыр. Және осы тақырып қазір әлеуметтік желілерде өте қатты қолға алынып жатыр. Бірақ өкінішке орай кейбір бауырларымыз білімсіздіктің себебімен осы оразаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келмеген пайғамбарымыздың атынан айтылған сөздерді хадис деп адамдарға таратып жатыр. Соның бірі соңғы кезде адамдардың арасында қатты таралып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан айтылған сөздер. Ол сөздерде кімде-кім Рамазан айымен бірінші болып басқа біреулерді құттықтаса, немесе Рамазанның басталуын бірінші болып есіне түсіретін болса басқа адамдардың, ол адамға тозақтың оты харам болады деген сөз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін сөз емес. Бұндай сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген әлсіз даиф хадистер бұлай тұрсын, тоқыма хадистердің ішінде де жоқ. Яғни бұл мүлдем негізі жоқ сөз болып табылады. Бір Алла біледі бұның қайдан шыққанын, кім ойлап шығарғанын, бірақ бұл сөздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі деп айтуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Мән кәзәбә алейя мутааммидан фәльятабауа мақъадаху минан нар» кімде-кім менің атымнан әтейі біле тұра жалған сөйлетін болса, өзіне тозақ отын дайындай берсін деген. Және менің атымнан жалған сөйлеу басқа адамның атынан жалған сөйлегенмен тең емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан сіз бір нәрсе таратқан кезде, яғни сіз дін деп таратасыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан шыққан сөзді адамдар Алланың діні, Алланың шариғаты деп қабылдайды. Сол үшін де пайғамбарымыздың атынан жалған сөйлеудің күнәсі өте ауыр болып табылады. Сол себепті егер сіздерге ұялы телефондарыңызға осы суреттер келіп жатса, мен де басқа біреулердің есіне салып, оразаның бірінші күнін сауап алайын деген ниетте бұлай жасап қойып жүрмеңіз. Және бұл сөздерді таратып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан жалған сөйлеушілердің қатарына кіріп қалудан сақ болыңыз. Және осы орайда тағы да ескерте кететін нәрсе, адамдардың арасында тарап кеткен тағы да бір сөз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан айтылып жатқан нәрсе, ол ораза айында ораза тұтудың қандай адамға сауап беретіндігі жайында келген сөздер. Ол жерде әрбір күнге белгілі бір сауап белгілеп, бірінші күн ораза тұтқан адам мынандай сауап алады, екінші күн ораза тұтқан адам мынандай сауап алады, үшінші күн ораза тұтқан адам мынандай сауап алады деп, осылайша 30 күнді тізбектеп шыққан кейбір сөздер бар. Ішінде кімде-кім мына күн тұтатын болса, Тауратты оқығанның сауабын алады, кімде-кім мына күн тұтса, Инжилді оқығанның сауабын алады деп айтылады. Ал біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Тауратты, Инжилді, Забурды оқудан жай адамдарды тыйған. Оны ғалымдар іздеу үшін, олардың қателіктерін баяндау үшін оқиды, ал жалпы авам халыққа оны оқып, ішінен бір пайда іздеу, ішінен хидаят іздеу дінімізде тыйым салынған іс болып табылады. Яғни бұл хадистің өзін қарайтын, немесе бұл сөздің өзін қарайтын болсақ, сөздің өзін теріске шығарып жатыр. Сол үшін де бұндай сөздерді де таратудан, адамдарға уағыз ретінде айтудан сақ болайық.
ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген сөз емес. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадистерде әлсіздік болатын болса, ғұламаларымыз егер ол әлсіздіктің деңгейі ол хадисті тоқыма хадистің деңгейіне түсірмесе, немесе риуаят етуші кісілердің ішінде жалған сөйлеуде айыпталған кісілер болмаса, яғни хадистің әлсіздігі жеңіл болатын болса, онда бір істердің абзалдығы жайында ол хадистерді риуаят етуге болады деді. Бір істің абзалдығы жайында, яғни халал харам мәселесінде емес, абзалдығы жайында. Ал бірақ егер әлсіздігі өте қатты болатын болса, иснадында жеткізушілердің қатарында жалған сөйлеуде айыпталған адамдар болатын болса, немесе ғұламалар ол сөзге, ол хадиске тоқыма, бұл жалған, ойдан шығарылған хадис деп үкім берген болатын болса, оны мүлдем айтуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан біле тұра айтатын болсақ, онда біз сол пайғамбарымызға жала жауып, тозақтан өзіне орын дайындайтындардың қатарына кіріп қаламыз. Алла субхана ва тағала ондай қателіктен, бұндай күнәдан баршамызды сақтасын. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан бір нәрсені айтқан кезде, хадис деп адамдарға бір хабар жеткізген кезде сақтық шараларын жасайық, және білім иелерінен сұрап бірінші, одан кейін барып амал еткеніміз иншалла дұрыс болады. Алла субхана ва тағала иншалла бәрімізге соны нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.